Қорқынышты теориялар мен гипотезалар. 1996 жылы тонатология саласында жұмыс істейтін тәуелсіз зерттеушілер тобы тыйым салынған эксперимент жүргізуді ұйғарды. Тәжірибе идеясы қарапайым және қорқынышты болды. Кейбір діни концепциялар, атап айтқанда ауыр жазаның ислам теориясы мәлімдегендей, өлгендердің өлімнен кейінгі алғашқы сағаттарда шынымен саналы азапты бастан кешіретінін тексеру. Нысана, ауыр қылмыс жасаған үшін өлім жазасына кесілген Саид есімді 40 жастағы ер адам болған. Өлім алдында ол экспериментке қатысуға келісті. Өлім жазасы таңертең ерте орындалды. Өлім ресми расталғаннан кейін көп ұзамай Саидтің денесі жерленіп, бақылау жүйесі іске қосылды. Оның денесі түнгі камерамен, микрофонмен және қозғалыс сенсорлармен жабдықталған. Жабық табытқа 2 метр тереңдікке жерленген. Экспериментке сондай-ақ бақылаушы аномалияларды тіркеу үшін марқұмның жанында 24 сағат өткізуге келіскен адам қатысты. Және ол да жер астына көмілді. Алғашқы бірнеше минутта ештеңе болған жоқ. Анда-санда шу мен топырақтың әлсіз сыбдырын қоспағанда тыныштық болды. Алайда жерлеуден кейін 34 минут өткен соң бірінші дыбыс естілді. Бұл дауыс байламдарының зақымдалған шуына көбірек ұқсайтын, қарылғып тұншықтырылған ыңылдау еді. Содан кейін айқын тырналған дыбыстар естілді. Тағы бірнеше минуттан соң Саид айқалай бастады. Камера оның бірдеңе айтқысы келгендей, бірақ дыбыс кедергіден бұрмаланған сияқты. Оның еріндерін әлсіз қимылын түсірді. Дауысы сыбыр мен ауыр сумен толтырылғанға ұқсап кетті. Қабірдің жанында болған бақылаушы адам төзгісіз сұмдықты бастан кешірді. Динамикте ажыратылатын дыбыстарды естіген кезде, бұл ыстық, бұл қараңғы, бұл жерде кім, олар жақын. Дыбыстар көп ретсіз болды. Көмек сұрап жылап табыттың қақпағын соққандай дыбыстар шығарды. Бір кезде Саидтік емес терең дауыс естілді. Жерлеуден кейін 1 сағат 7 минуттан кейін кенеттен дыбыс тоқтады. Қозғалыс сенсорлары белсенділіктің күрт төмендеуін тіркеді. Содан кейін бәрі абсолютті тыныштыққа түсті. Бақылаушы бір күннен кейін шок күйінде қазылды. Оның капсуласы марқұмның қасында болған. Ол түні бойы көрші табытта дыбыстар мен қозғалыс дыбыстарын естігенін растады. Қабір ашылған кезде Саидтің денесі сол күйінде қалды, бірақ оның беті сөзбен айтып жеткізгісіз сұмдықтың көрінісімен бұрмаланды. Тырнақтары сынған және қанды болды. Ақыры жазасы жай ғана метафора емес, бізден жасырылған шындық болса ше.